Бізге білім бергеннен кейін, пайдалы білім бергеннен кейін, сол пайдалы білімге амал қылуды да нәсіп етті деп біз дұға қыламыз. Өйткені оны білім үйреніп алғаннан бөлек, ол амалы қажет бізге. Құр әшейін білген сізді тозақ отынан құтқарып жәннатқа жетелемейді. Құр әшейін біліп қойған ол бізге пайдасын бермей қалды. Бұл немен тең болады? Құран аятында сипаттағандай, кітап арқалаған есекпен тең деп айтқан. Арқасына кітапты арқалаған, жүк қылып артып қойған есекпен тең деп айтқан. Білімді алып, оған амал етпеген адам. Енді сұрақ, сол білімге қалай амал етсек деген сұрақ. Осы бір деңгейге жету үшін білімге қалай амал етеміз деген сұрақта кеше ғана біз жауап беріп, не істеу керек болды? Екінші ортамыз түзу керек. Араласатын ортаңыз дұрыс болу керек. Сіз қай жаста болсаңыз да, мектеп қабырғасында болған балаларыңыз бар, студенттік өмірде жүргендер бар, 25 пен 30-40 арасында жүргендер бар, 40-тан жоғарғылар бола ма, қай жастан жүрсеңіз де, өзіңізге Алланы еске түсіріп, жаманшылықтан қайтарып, жақсылыққа шақырып тұратын бір орта табу міндет болды. Өзіңіздің жасыңызға лайықты бір орта табу керек болды. Және сол ортада барып енді сізде нәпсімен күресу, білімге амал қылу деген мүмкіншіліктер көбейе бастайды. Ал қашан ортаңыз түзелмей, білімге амал қылу өте қиын. Біз кеше бұл тақырыпты кеңінен ашып өттік. Қаншама дәлелдерін де келтірдік. Құран аяттарын да, хадистерін де. Ендігі кезекте осы ортаны тапқаннан кейінгі келесі жасалатын амал не нәрсе? Ортаны таптыңыз Аллаға шүкір. Ендігі келесі жасалатын амал енді парыз болған білімдерді ала бастау. Ортаға кірдіңіз, енді білім алу парыз. Сол ішіндегі білімнің түрлері бар. Бірінші болып алу міндет болған білім бар. Сол білімдердің қатарында не? Аллаға деген сенім білімі. Ақида ілімін алу парыз бұл. Аллаға деген сенім қандай болу керек? Қандай сөздерді айтуға болады, қандай сөздерді айтуға болмайды? Қандай сөздер адамды діннен шығарып жүреді, қандай сөздер діннен шығармайды? Шекарасын білу бізге міндет болады. Бұл шекараны білмей, әйтеуір ауызға келгенде кей кезде сөйлей береміз, сол сөзіміз біз байқамай кей кезде діннен шығарып жатқандығын да білмей қаламыз. Сондықтан бізге енді келесі кезекте білім алу керек болады. Соның ішінде сенім, білім, ақида ілімін алу керек болады бізге. Ақида ілімі дегеніміз нені зерттейді? Аллаға қатысты біздің сеніміміз қандай болу керек? Алла Тағалаға қатысты қандай сөздерді айта аламыз, қандай сөздерді айта алмайсыз? Қандай есім сипаттары бар Алла Тағаланың? Және одан кейін келесі бөлімде пайғамбарларға қатысты білім. Пайғамбарлар деген кімдер? Олардың қандай сипаттары болады? Оларға қатысты қандай сөздерді айтуға болады, қандай сөзді айтуға болмайды? Одан кейінгі үшінші бөлімі пайғамбарлардан жеткен хабарлар. Жәннат, тозақ жайында, жәннат дегеніміз не, тозақ дегеніміз не, сират көпір дегеніміз не, махшар алаңы деген не, амал дәптері, таразы дегендер не? Осы жайында біз не? Ақида ілімінде үшінші бөлімде осыны зерттеп үйретеді. Бұл жайында Шәңгәрім бабамыз өзінің кітабында келтіріп кеткен мұсылмандық шарты кітабы. Соны оқысаңыздар, ондай мағлұмат аласыз. Ал одан кейінгі жасалатын амал біз қайда бара жатырмыз? Ихсан деңгейге ұмтылып жатырмыз ғой. Шынайы тақуалықтаған. Сол кездегі ұмтылатын келесі бір қадам енді осы алынған білімге амал қыла бастау. Білімді бәрін алып, біліп алған бізге пайда бермейді, амал жасамайынша. Амал жасау міндет болып тұрады бұл жерде. Білім және амал бұл екеуі құстың қос қанаты сияқты дейді ғұламаларымыз айтады. Екеуі білімсіз білім болмайды, білімсіз амал болмайды, амалсыз білім де болмайды. Екеуі құстың қос қанаты сияқты, екеуі тең болу керек. Білім алдыңыз, бір қанатыңыз, екінші қанатыңыз, амал қылдыңыз, бірге қанатыңыз. Байланысты болу. Енді сол амал қылу кезінде біз не істеп жатырмыз? Салғырттанып жатырмыз, ақсап жатырмыз. Осы кезде амал қылу үшін енді бізге не керек болады? Келесі қадамы кітаптар келтірген енді күрес керек болады. Өйткені айтылған насихатқа, айтылған хадиске амал етіп кете салу бұл оңай емес. Қиын, ауыр, үлкен бір күшті талап етеді. Былайша айтқан кезде күрес керек.
күресу? Нәпсімен күресу керек болды. Жаңа бір хадис айттық, мысалы үшін таң уақытында таң намазын мешітте жамағатпен оқып, намазын оқып болғаннан кейін сол жерде тапжылмай күн шыққанға дейін Алланы зікір етсе, сөйтіп күн шыққаннан кейін барып духа намазын оқып, сөйтіп барып үйіне қайтатын болса, ол адамға не жазылады деді? Қажылық пен умра сауабы жазылады деді. Пайғамбарымыз сахих хадис келтірген. Бірақ осы нәрсе айтылды қазір, енді амал қыла аламыз ба біз ертең? Осы жердегі барлығыңыз келіп отыра аласыздар ма осы жерге? Жоқ, мына жерде 3-4 адам отыруы мүмкін да. Неге? Өйткені бұл нені талап етіп тұр? Күрес керек болып тұр. Күресу керек. Күресіп, нәпсіңді жеңіп, мешітке келу деген үлкен күш те бұл. Демек, біліп қана қоя салу пайда бермейді екен. Енді соған амал қылу үшін күрес керек. Күрес. Нәпсімен күресу керек, жеңу керексіз да. Сол бір жылы көрпенің астынан шығып, тәтті ұйқыңызды қиып, қараңғы түнде бүкіл халық ұйықтап жатқан кезде мешітке қарап басып келу деген үлкен күшті талап етеді. Нәпсімен кәдімгідей күресу керек, шайтанмен күресу керек болды. Ендігі сұрақ осылай. Нәпсімен күресіп, нәпсіні тәрбиелеу үшін енді не керек деген сұрақ кетті. Білімге амал жасау үшін нәпсімен күрес керек деп тұрмыз ғой. Ал енді нәпсімен күресу үшін не керек болып тұр? Неге күресе алмай жатырмыз біз? Нәпсімен неге күресе алмай жатырмыз? Біз таң намазда айтып тұрған бір бөлігі ғана ғой. Әйтпесе бойымызда қаншама теріс шайтан сипаттар бар барлығымызда. Шайтанның уәсуәстары бар. Солармен неге біз күресе алмай жатырмыз? Ау? Дұрыс, енді оның барлығы ақиқат қой, қорқыныш та жоқ, бірақ соны қалай жеңеміз? Қалай нәпсімен күресеміз? Бізге енді бір жоспар құру керек қой. Қайтсе деген деңгейге жетіп, шынайы құлшылық жасап, Алланың алдында тұрғандай құлшылық жасайын деп, біз енді ұмтылуымыз керек қой. Ұмтылған кезде сізде бір жоспар болу. Енді сіз нәпсімен күресу керек екендігін түсіндіңіз. Енді нәпсімен күресу үшін не істеу керек? Оразаның өзі сол қиын болып жатыр ғой. Ораза тұту үшін де бір нәрсе керек болып тұр ғой. Жоқ, ортаңыз бар сізде. Білімі алып жатырсыз. Енді сол білімге амал қылайын деп нәпсімен күресейін десеңіз бір нәрсе жетпей тұр да. Жігер керек, жігер. Бұны кітапта келтіреді. Тәртіп керек, неме керек? Бұны кітапта келтіреді. Нәпсіңізбен күресіп, жеңу үшін ең бірінші өзіңіздің күнәңізді мойындау керек. Сіз күнәңізді мойындап, менде осындай кемшілік бар деп өзіңізді іштей мойындамайынша, адамдар нәпсімен күресу деген амал жүзеге ашпайды. Өзіңді ақтай бермеу керек қой. Өзіңді ақтай бересің. Жоқ, мынандай себеп болып жатыр, сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп ақтай бересің, шаң жуытпайсың, нәтижесінде нәпсімен күресуіне қалып қояды. Сол үшін айтады, нәпсімен күресуіміз үшін бірінші орында басатын қадам бұл не? Өзіміздің күнәмізді мойындау. Біреу сізге келіп тәкаппарсың деп жатса, біз шаң жуытпаймыз ба, тәкаппар емеспін деп. Шаң жуытпай, мойындамай тұрған кезде біз бойымыздағы кемшілікті көре алмаймыз еш уақытта. Көрмегеннен кейін, онымен нәпсімен күресу деген мүлдем болмайды ол. Көрмей тұрған нәрсемен қалай күресесіз? Сіз жоқ деп тұрған нәрсені көрмей тұрсаңыз, онымен не деп күресесіз? Күресу үшін бойыңыздағы кемшілікпен, нәпсімен күресу үшін сол кемшіліктің бар екендігін мойындау керек. Мен тәкаппармын. Біреуге барып айтпасаңыз да, іштей өз-өзіңіз айтыңыз. Аллаға айтыңыз, Алла, мен тәкаппармын. Мойындамаймын, кейбір адамды өзімнен төмен санаймын. Қай жерде жүрсем де өзімді биік көрсеткім келіп тұрады. Қай жерде жүрсем де өзімнің сөзімді дәлелдеп, өзімнің сөзімнің дұрыс екендігін көрсеткім келіп тұрады. Біреуді менсінбей тұрамын. Басқалардың төмен санап тұрамын деген менде сондай сипат бар. Алла деп қашан мойындайсыз, сол кезде сізде сол күрес басталады екен. Болмаса мен сондай бір сараңмын деп, өзіңіздің сараңдығыңызды ақтап алуға тырыспай, мойындау керек та іштей. Жалқаусыз ба, жалқаулығыңызды мойындаңыз. Білім алмайсың, оқымайсың, жалқаусың десе, жоқ, оқып жатырмыз деп ақталуға тырыспаңыз.
мойындаңыз, жалқаумын. Сол кезде сізде мүмкіншілік пайда болады күресуге. Ал қашан өзіңізді ақтап әрекет жасайтын болсаңыз, сіз шайтанға жол ашып бересіз. Шайтан сізді уәсуас қылады, ол мынандай нәрсе деп өзіңізді ақтай береді, неше түрлі ой салады сізге. Негізінде мынандай себеппен мен қазір деп өзімізді ақтап алып, Құран неге жаттамай жатсың десе, түрлі ақтау іздей бастаймыз. Неге мешітке келмейсің десе, түрлі ақтау іздей бастаймыз. Анау болды, мынау болды, өзімізді ақтай бастаймыз. Сонда қарасаңыз, нәпсімен күресу үшін бізге ең бірінші орында не керек екен? Нәпсіміздегі кемшіліктерін мойындауымыз керек. Адам неғұрлым өзінің бойындағы кемшіліктерді көріп, нәпсінің сондай бір төмен екендігін мойындай бастаған кезде, енді ол адамда басқа біреудің кемшіліктерін көру деген нәрсе жоғала бастайды. Біз не істейміз қазір керісінше, өзімізден кемшілік іздемейміз, ақтауға тырысамыз, бірақ біреудің кемшілігін іздейміз, тырнақ астынан кір іздеп тауып аламыз ғой. Ал қашан сіз өз кемшілігіңізбен жұмыс жасай бастасаңыз, өз кемшілігіңізді көре бастасаңыз, айналаңыздағылардың кемшілігіне сіз мән бермейтін бола бастайсыз. Сізге қызық емес болып қалады ол кемшілігі. Біреу өздігін айтып жатыр ма, біреу ғайбат айтып жатыр ма, тағы біреу бірдеңе істеп жатыр ма, сізге қызық емес болады. Неге? Өйткені сізге уайымдатып тұрған өзіңіздің бойыңыздағы кемшілік болады. Осы кезде сіз біреумен дауласуды да тоқтата бастайсыз. Біреуге бірден ақтап, бірдеңені дәлелдеуге де тырыспайсыз. Сіздің уайымыңыз не? Өз нәпсіңіз болып тұрады. Шәкәрім бабамыздың айтқан өлеңі бар ғой? Өзіңмен өз. Өзіңмен күрес. Не дейді? Өлгенше дейді. Өлгенше дейді. Біреудің бірін іздеп тергенше, өзіңмен күрес өлгенше дейді ме? Иә. Осындай мағынада өлең бар. Біреудің айыбын іздеп тергенше, өзінің айыбын іздеп, соның мойында айып екендігін және сонымен күрес. Сол кезде сіз бойыңыздағы кемшіліктерді тазарта бастайсыз. Ал бойдағы кемшілік тазара бастаған кезде сіз Аллаға қарай жақындай бастайсыз. Өйткені бойдағы кемшіліктер, жүректегі аурулар, бұл Алламен арадағы қойылған перде. Сіздің құлшылық ибадатыңыздың ихсан деңгейінде өтелуіне қойылған кедергі бұл. Біздің жүрегіміз күнәға толып кеткен себептен біз қазір ихсан деген нәрсені мүлдем ұмыттық. Намаз оқыған кезде қалай болса солай ұйқылы оқимыз. Апыл-ғұпыл бірдеңе жасаймыз, әйтеуір ләззат жоқ. Ал соған үлкен кедергі болып тұрған нәрсе бұл жүректегі аурулар, жүрек аурулар кедергі. Соны тазартып, сол айыппен жұмыс жасап, нәпсімізді тәрбиелеу басталған кезде жүрек перделері ашыла бастайды. Жүрек перделері ашылған сайын сіздің Аллаға деген жақындауыңыз арта бастайды. Аллаға жақындау артқан сайын айналаңызға деген мейірімділігіңіз көтеріле бастайды. Айналаңызға деген кішіпейілігіңіз көтеріле бастайды. Бидайдың басында дәні неғұрлым көп болған сайын не істей бастайды? Иіле бастайды. Дәл сол сияқты сізде көзіңіз ашылып, ақиқатқа көзіңіз жете бастаған сайын, көп нәрсені біле бастаған сайын, басқалардың қасында өзіңіз сондай дәрежеңіз төмен деп санап иіле бастайсыз. Ал қашан бидайдың басы бос болған кезде ол тікірейіп тұр. Қашан біздің жүрегіміз бос болған кезде сол кезде біз тікірейіп тұрамыз. Сондықтан біздерге енді ихсан деңгейіне жету үшін не істеу керек болады? Нәпсімен күрес. Нәпсімен күрес үшін бойымыздағы кемшіліктерді мойындау керек болады. Және сол кемшілікпен арнайы жұмыс жасауымыз керек болады. Ол үшін бізге осындай бір салиқалы орта керек. Үнемі бір-бірімізге қолдау көрсетіп жүріп, бір-бірімізге насихат қылып, Алланы еске түсіріп, намазды еске салып, мынау харам нәрсе, мынау парыз нәрсе ғой деп сізді жақсылыққа шақырып тұратын, ақыретті сіздің есіңізге салып тұратын бір орта керек. Ал қашан сіздің ортаңыз айыбыңызды жақсырып, бәрі жақсы, уайымдама, осылай жүре бер деп құлшылық ибадаттан алшақтата бастаса, күнә істерді сізге жақсы көрсете бастайтын орта пайда болса, сол ортадан сіз қорқыңыз. Бұл Алланы ұмыттыратын, ақыретті ұмыттыратын, шайтанның артынан еруге себеп болатын ортада сіздің бұл дүниеңізге де, ақыретіңізге де зиян келтіретін болады. Сондай ортадан тезірек алшақтап, өзіңізге Алланы еске түсіріп тұратын, туралықты бақыт беріп тұратын бұл ортадан ауысу. Және осымен қатар өз ортамыздан бөліп
бала шағамыздың да ортасына мән беруіміз керек. Бала шағаңыздың ортасы қандай болып жатыр? Кімдермен өсіп жатыр, кімдермен тәрбиеленіп жатыр? Олар не көріп, не өсіп, не тыңдап жатыр? Оған да біз мән беруіміз керек. Біздің жасаған қателігімізді олар жібермеу керек. Алла тағала баршамызға күш қуат берсін. Ұстаз жаңағы шәкәрімнің айтты ғой, кітабын кеш алып айттыңыз ғой. Қайталап айтсаңыз, келмеген кісілер бар жерде. Мұсылмандық шарты деген кітабы бар. Шәкәрім бабамыздың сол кітаптың ішінде ақидаға қатысты, фикхқа қатысты 40 хадис емес ол. Ол бөлек кітап екен. Ол бөлек кітап. 40 хадис бұл имам Науауидің жазған кітабы. 40 хадис жинағы. Сіздер біз сияқты хадис оқуға жалқауланған, хадисті жаттауға ерінген, том-том Бұхари, Сахих, Муслимді жаттай алмайтын, сіздер біз сияқты уақыты жоқ адамдарға арада 40 хадис жазып берген имам Науауи. Жоқ дегенде сол 40 хадисті жаттап біліңіздерші. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілер жатыр. Кімде-кім осы 40 хадисті жаттап білсе, қиямет қайымда шахидтармен, фақихтармен бірге тіріледі деп тұрды. Пайғамбарлармен бірге тірілесіз. 40 хадис. Күніне бір хадис жаттасаңыз, 40 күнде 40 хадис жаттап қойсыз. Ол хадисті жаттап, үнемі еске түсіріп қайталап жүретін болсаңыз, бұл сіздің өміріңіздегі негізгі қағидаларға айналады. Өйткені ол жай ғана шетінен теріп ала салған жоқ 40 хадисті. Сұрыпталып күнделікті өмірімізге қажет болған насихаттарды терді да ол кісі. Сахих Бұхариден, Сахих Муслимнан теріп әкелді де иман, ақидаға қатысты да хадистер бастады. Әке шешеге деген құрмет, балаға деген тәрбие, туысқандармен деген қарым-қатынас, сауда-саттық, намаз, зекет, қажылық, мұсылманның өміріндегі таңның атысынан кештің батысына дейінгі өте тірліктеріне қатысты болған негізгі хадистерді жинақтап бір кітапта жазып берген 40 хадис. Сол 40 хадисті жаттап күнделікті ойлап жүрсеңіз, сіз күнделікті бір жағдайға тап болған кезде сол хадис сіздің жадыңызда тұратын болғандықтан хадиске амал ету оңай болады. Ал хадис жаттанды болмаған себептен сондай бір жағдайға душар болған кезде не істеріңізді білмейсіз. Білмей тұрған кезде не істейді? Шайтан келіп уәсуәс бар. Ашуланып. Байқамай шайтанның артынан келіп кетесіз. Ал қашан хадис тұрса жаттанды ол, аят тұрса жаттанды ол, сізге не істеу керек екенін айқын көріп тұрады. Сол кезде сіз қателеспейсіз. Қарапайым мәселе сабырлық жайында айтқан хадис пайғамбарымыз саллаллаху. Сол хадис сізде жаттанып жүрген кезде сабырлық таныту керек кезінде хадис бар ғой дейсіз, сабырлық қылуыңыз жеңіл болады. Ал бұл нәрсені білмеген кезде сабырлық қылу керек болған жерде сабырлық қыла алмайсыз. Бірақ ол кітап бізде жоқ қой, иә? Бар бізде. Ол кітап дүкендерде бар. Бізде кітап сататындар болса 40 хадис жинағы қазақшасы бар. Оның орысшасы да бар, арабшасы да бар, қай тілде керек барлығы бар. 40 хадис жинағы. Кітапта бар ма? Теңізге адамдар сұрасаңыздар, сіз барлығын жазып береді. 40 хадис жинағы бар. Қысқа ғана кішкентай ғана кітап, бірақ соны біз жаттап білуіміз керек. Балаларымызға жаттатуымыз керек. Өмірлік біздің принципіміз сол хадис болу керек. Міне сол кезде сіз хадиспен жүрген адам ретінде саналасыз. Сол кезде сіз хадиске амал еткен болып саналасыз. Ал енді бұларды жатқа білмей, күнделікті тұрмыс тіршілікте сауда-саттықтың өзінде не істеу керек екендігін білмей қаламыз. Сол 40 хадистің ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи бір хадисті айта кетейін. Рахималлаху раджулан самхан иза баа ва иза иштара ва иза ихтара. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мағынасы Алла Тағала мейіріміне бөлесін деп дұға қылып жатыр да. Алла мейіріміне бөлесін дейді. Кімдерді? Сауда-саттық жасаған кезде кеңшілік танытқан адам. Сатқан кезде, сатып алған кезде, және қарызын өтеп, немесе қарызын қайтарып алған кезде кеңшілік танытқан адамды Алла Тағала мейіріміне бөлесін деп дұға қылған пайғамбарымыз. Ал кім пайғамбардың дұғасына мұқтаж? Барлығымыз мұқтажбыз. Егер сізге пайғамбар саллаллаху Алла сені мейіріміне бөлесін деп дұға еткендігін қалайсың ба десе, не дейміз? Әлбетте қалайсыз. Бірақ сол кезде пайғамбар саллаллаху кезде дұға етіп кеткен кімдерге? Сауда жасаған кезде, сатқан кезде, сатып алған кезде, қарызын қайтарып, қарызын немесе өтеген кезде кеңшілік танытқан адамдарға Алла мейірімін көрсетеді, рахымын алсын дейді. Демек күнделікті біз сауда-саттық жасаған кезде осы хадисті жатқа біліп тұрсақ, 5 теңгеге бола саудада дауласпай, кеңшілік танытасылайыншы. Пайғамбар дұға етті ғой осы үшін.
кемшілік танып жүрейін мен пайғамбардың дұғасына ілініп қаламын бәлкім. Қарыз қайтаратын кезде зардым етпей, кемшілік танып уақытында қайтарып берсеңіз, ол кезде де сіз пайғамбардың хадисіндегі дұғаға ілінесіз. Соны ойлап тұрып әлбетте жасаған болсаңыз. Я болмаса біреудің қарызын, біреуден қарызын қайтарып алатын кезде де қарқылдап қайта қақса ол адамды қинамастан, бәлкім ол шынымен де жағдай келмей жатқан шығар. Шынымен бала шағасынан артық жеткізе алмай жатқан шығар. Шамасы жетпей күнімен түнімен жұмыс жасап жатса да қайтара алмай жатқан шығар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, осындай кезде қарызыңда кемшілік жасап жүрген деген. Ол кешіріп жер деп тұрған жоқ. Кемшілік жаса, асықтырмай қой. Бір мүмкіндік бер тағы. Осы бір әрекетіңіз үшін пайғамбар дұғаны қойсын. Алла Тағала мейіріміне бересін деп. Міне сол дұғаға мен ілініп қалайын деп, сіз амал қыла аласыз. Қай кезде? Осы хадисті жатқа білсеңіз. Ал жатқа білмеген адам күнделікті сауда саттықта шайтанның уәсуасының артынан келеді. Бір-бірімен келіспеушілік пайда болады, қарызыңды қайтармадың, сен қарызды қақылдап сұрап қалдың, не болды сонша, немесе мынаны қымбатқа саттың, немесе арзанға бер деген сияқты келіспеушілік күнделікті бола береді. Сол үшін осындай сәтте пайғамбардың хадисі жадымызда тұратын болса, бізге оған амал қылу жеңіл болады. Сол үшін бізге жоқ дегенде осы бір 40 хадисті жаттап алыңызшы. Енді Жоқ осы дегенде болды. Алла соған амал қылу нәсіп етсін. Осы жерде ұстаздар бар. Алла берсе сол кітапты алып, 40 хадисті жаттауға көмектесіп деген ниетпен сізге рахмет. Алла баршаңызға Allah